Бүгін біз сіздермен шпинатты трайфл жасаймыз. Ол үшін шпинат, растительное масло, жұмыртқа, қант, ұн және разрыхлитель керек. Олай болса, біз шпинатты трайфлымызды бастайық. Майымызды шпинаттың үстіне құйып, жақсылап блендерлеп өткіземіз. Бізде бір келкі араластырылған майлы шпинатты масса пайда болуы қажет. Көріп отырғандарыңыздай, осындай массаны дайын болғанша араластырып, содан кейін бөлек ыдысқа салып, дайындап қоямыз. Келесі кезекте біз миксердің көмегімен жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Жұмыртқалы қантты масса қарапайым қол миксердің көмегімен 10 минут араластырылады. Ол кезде бізге қою, көпіршікті масса пайда болу қажет. Ал егер сіздің миксеріңіз меніңкіндей планетарный миксер болса, 5-7 минуттың ішінде біздің массамыз, жұмыртқалы көбікті массамыз дайын болады. Олай болса, араластырып күтейік. Ұн мен разрыхительді бірге араластырамыз, ұнтақты. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Және шпинатты осы жұмыртқалы массамен араластыру үшін сәл үлкендеу ыдысқа салып қоямыз. Бірден үлкендеу ыдысқа салып қойсаңыз тіптен жақсы. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Жұмыртқалы массамыз. Мінекей осындай қою, тек жұмыртқа мен қанттан тұратын масса дайын болады. Енді бір көзбен өлшегенде 2 үлкен қасықпен шпинаттың үстіне осы массаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай. Бұл біздің көп массамен жақсы араласуына шпинаттың әсер етеді. Және біздің жұмыртқалы массамыз отырып қалмас үшін алдын ала осылай аз ғана мөлшерде алып, араластырып, содан кейін үлкен массаға қосқанымыз дұрысырақ болады. Ал олай болса, ары қарай осы массаны жақсылап лопатканың көмегімен асықпастан араластыруымыз керек. Төменнен жоғары қарай, то есть астынан жоғары қарай көтеру арқылы араластыруымыз керек. Егер түсін қанығырақ қылып, жасылырақ болсын десеңіз, осындай зеленый красительді, кәдімгі шөп түсті красительден алып 3-4 капля қоссаңыз, одан азырақ қоссаңыз да болады, сәл жасыл түсті жақсы береді. Олай болса, ұнымыз бен разрыхительді 2-ке бөліп, осылай тоже астынан үстіне қаратып араластырамыз. Жұмыртқалы масса бізде отырып қалмау үшін дәл осылай араластырып жатырмыз. Миксермен араластырғаннан гөрі осылай араластырған дұрыс болады. Ендеше осы массаны бір келкі етіп, ұн мен жұмыртқалы массаның жақсы араласуын қамтамасыз етіп болғаннан кейін противенге тек осылай ғана алып, құйып, духовкаға қоятын боламыз. Пергаментіңіздің качествосы өте жоғары болу керек. Массамыз пергаментке жабыспайтындай болу керек. 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Білсеңіздер, ағаш шпажканы көмегімен тексерсек болады. Арасына осыны сұққан кезде ағаш шпажка сухой болып шығу керек. Осындай ыстықтай күйінде блендердің ыдысына салып, мен суытайын деп тұрмын. Ал сіздер, егер блендердің ыдысы тым бұндай үлкен болмаса, пакетке салып суытсаңыздар да болады. Ары қарай біздің трайфл бойынша біз клубниканы, замороженный клубниканы турап жатырмыз. Бұл жерде начинка жасау үшін. Ал сіздер кез келген малина болсын, кез келген замороженный ягоданы пайдаланып, начинка жасасаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Тек қана сіздерге берілген жазбаша рецепт бойынша сондай пропорцияда жасалғандарыңыз өте дұрысырақ болады. Ал менде бар малина, клубника болды. Клубниканы осылай пышақтың көмегімен майдалап турап, әдемі начинка жасап жатырмын. Және осындай ковшыға қантын, крахмалын салып, газға қоямыз. Газға қайнатарда, мінекей көріп тұрсыздар, осындай массаны жайлап араластырып, жылтыр начинканың пайда болғанша қайнатамыз.
қантымыз еру керек, крахмалымыз бірігу керек. Нәтижесінде бізде мынандай мутный емес, қазір көресіздер нәтижесін, сондай масса пайда болу керек. Ол бір қайнағаннан кейін мінекей 2-3 минуттың ішінде осылай қайнатып дайын болады. Мінекей қайтадан глянцевый түске айналды. Осы кезде астын өшіріп, бір 10-15 минутқа суытамыз. Суыған біздің начинкамызды кондитерский мешоктың ішіне салып, қоюлығын байқасаңыздар, осындай ағып тұратын қоюлықта болады. Начинкамызды кондитерский мешоктың ішіне салып, дайындап қоямыз. Олай болса, мінекей мешокты байлап, ақпайтын да етіп қойдық. Мінекей біздің трайфлымыздың бисквиті суыды. Енді крышкасын жауып, блендермен майдалап аламыз. Міне өте нәзік, шашылып тұратын майдаланылған бисквит пайда болды. Түсінің өзі ерекше. Бұндай түстің ерекшелігі, біз краситель қостық. Краситель қоспасаңыздар, сәл қоңырлау түсте болады. Ол табиғи шпинаттың ешқандай бояғышсыз өзінің түсін көрсетеді. Олай болса, бізде мына жерде крем-чизіміздің салғаны көрінбей қалыпты. Крем-чиздің үстіне сахарная пудра қосып, жақсылап араластырылуы қажет. Ал егер кейбір жағдайда миксеріңіз дұрыс араластырмайтын, түбінде қалып кететін болса, лопатканың көмегімен миксерді тоқтатып, ыдысыңыздағы массаны араластырып, содан кейін қайтадан миксерді қоссаңыз болады. Содан кейін біз 33%-дық сливкиді пайдаланамыз. Ол салқындатылған болу керек міндетті түрде. Магазиннен немесе кез келген сауда орнынан алған сливки холодильникте 3-4 сағат үйге келгеннен кейін сақталуы керек. Осындай салқындатылған сливкидің көмегімен біз қазір крем дайындап жатырмыз. Байқап отырғандарыңыздай, біздің креміміз дайын. Кондитерский мешокқа салып, трайфлдың ыдыстарын алып, қаз-қатар қойып, бірінші слойды осы кремнен бастаймыз. Кремімізді барлық трайфлға арналған ыдыстың түбіне жағып шығамыз. Содан кейін столовый ложкамен 1 қасық немесе біздің трайфл салатын ыдысымыздың көлеміне қарай кремнің қалыңдығымен бірдей етіп, біз бисквит майдаланылған, жаңа майдалаған бисквитімізді салып шығамыз. Содан кейін үстіне міне дәл видеода көріп отырғандарыңыздай біздің начинкамыз ортасында крем жағылатын орын қалдырып, айналасының барлығына начинка жағып шығамыз. Себебі сыртынан қарағанда рисунок әдемі болу үшін. Айтып өткенімде, рисуногымыз әдемі шығу үшін біз трайфлдың жан-жағын ешқандай крем, начинка жақпай таза ұстауымыз керек. Сол себептен сол кезде ғана біздің трайфлымыздың рисуногы өте әдемі болып, бір келкі слоймен қапталған болады. Енді келесі слой начинка мен кремнің үстінен біз қайтадан майдалатылған бисквитімізді салып шығамыз. 1-1,5 ас қасықпен. Қайталап айтам, ол біздің 1-1,5 ас қасық деген ол біздің трайфл салатын ыдысымыздың көлеміне қарай. То есть ыдысымыз жоғары қарай үлкейген болатын болса, онда 1-1,5 қасықтан да сәл көбірек салына береді. Сол себептен тек қана биіктігін сіздер қадағалап отырыңыздар. Әр слойдың биіктігі бір-біріне ұқсас әрі теңдей болған жағдайда ғана біздің креміміз, начинкамыз жақсы сіңіп, дәмі дұрыс келеді. Ал енді ары қарай келесі слойды біз өзіңіздің қалаған насадкаңызды қойып, гүл жасап шығасыз. Содан кейін барып, үстіне кез келген үйде бар ягоды, фрукты немесе шоколадты қойып безендірсеңіз болады. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Ал қыздарым ас болсын.